Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз жоғары білімді модернизациялау құзыреттілік тәсілі дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біз цифрлық сауаттылық және цифрлық құзыреттілік ұғымдарының мәні мен мазмұнын қарастыратын боламыз. Жалпы жаңа мыңжылдықта қоғамда тез қарқынмен жүріп жатқан ақпараттандыру процесі цифрлық технологиялардың қолдану аясын арттырды. Ал бұл үрдіс цифрлық Қазақстан жағдайында педагогтердің цифрлық құзыреттілігіне қоятын талаптарды күшейтті. Днепровская, Янковская, Шевцова және тағы басқа ғалымдар смарт технологиялар бір жағынан виртуалды ортада жеке тұлғаның қатысуының әсерін жасауға арналған, екінші жағынан олар мазмұнмен алмасуды едәуір жылдамдатуға, оның сапасын өзгертуге және көлденең байланыстарының көп санына кіруге мүмкіндік беретінін атап өтті. Қазіргі педагог 4-ші өнеркәсіптік революция дәуірінде, яғни The Fourth Industrial Revolution немесе Industry 4.0, яғни зерттеушілердің бір бөлігі, қазірдің өзінде цифрлық әлеуметтену және цифрлық балалық шақ ұғымдарын белсенді қолданады. Педагогтермен бірге білім алушының жеке дамуына цифрлық технологиялар мен цифрлық ортасы әсер ететінін мойындайды. Біліктілікті арттыру жүйесінің модельдері белсенді түрде қайта қаралуы керек. Қосымша кәсіби бағдарламалардың мазмұнына педагогтың цифрлық сауаттылығын қалыптастыруға байланысты мәселелерді қосу қажет. Алайда терминологиялық шатасулар, педагогтың цифрлық сауаттылығын қалыптастырудың компоненттері мен индикаторлары туралы бірыңғай түсініктің болмауы педагогтың біліктілігін арттыру процесін тиімді модернизациялауға мүмкіндік бермейді. Жалпы цифрлық сауаттылық және цифрлық құзыреттілік ұғымдарының мәнін қарастыратын болсақ, цифрлық сауаттылық ол түрлі цифрлық платформалардағы мәтін және тағы басқа бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен ақпаратты табу, бағалау және нақты жеткізу мүмкіндігі. Цифрлық құралдар мен технологияларды, сондай-ақ интернет ресурстарын қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін қажетті білім мен іскерліктің жиынтығы болып табылады. Ал цифрлық құзыреттілік дегеніміз ол технологияларды тиімді пайдалану дағдылары, ақпаратты іздеу, цифрлық ресурстарды пайдалану, әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін пайдалану, ақпаратты сыни қабылдау, мультимедиалық контент жасау, ақпаратты синхрондау және тағы басқалары. Өз құзыреттіліктерін үздіксіз меңгеруге негізделген дара, тиімділік сенімді, сыни және қауіпсіз таңдау және өмірдің түрлі салаларында ақпараттық коммуникациялық технологияларды, цифрлық ресурстарды пайдалану бойынша кәсіби білімдер мен іскерліктердің жиынтығы ғана емес, сонымен қатар жауапкершілік сезіміне негізделген тиімді қызметті жүзеге асыру және оған жеке көзқарас қалыптастыру. Педагогтердің цифрлы ортада кәсіптік контекстте білім алушылардың білім алудың маңызын сезінумен бірге алған жаңа білімді тәжірибеде тиімді пайдалана алатындай цифрлық технологияларды, цифрлық оқыту стратегияларын меңгеруі. Жалпы цифрлық құзыреттіліктің бізде 4 түрі бар. Ол медиа құзыреттілік, коммуникативті құзыреттілік, техникалық құзыреттілік және тұтынушылық құзыреттілік болып бөлінеді. Ал смарт қоғам жағдайындағы педагогтың цифрлық құзыреттіліктерін слайдтағы суретте ашылады. Ең бірінші ақпараттық құзыреттілік, яғни метапәндік құзыреттілік, когнитивтік және информатика негіздерін білу және ұғыну, мотивациялық, ақпараттық ортаның өзіндік даму деңгейіне қанағаттану, қызметтік, ақпаратпен жұмыс, АКТ иелену, цифрлық құзыреттілік, яғни ақпаратпен жұмыс істеуге интернетті пайдалана отырып, уәжді, ұғынықты, қауіпсіз, сыни тұрғыдан цифрлық технологияларды иеленуге мүмкіндік беретін жоғары деңгейлі метақабілеттер. Смарт құзыреттілік, ақпаратпен жұмыс істеуге смарт технологияны мотивацияланған, мағыналы, қауіпсіз сыни тұрғыдан интернетті қолдана отырып, инновацияларды, мобильді, үздіксіз, автономды, интеллектуалды, кәсіби желілік қауымдастықтар негізінде өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін құзыреттілік. Жалпы, көптеген зерттеушілердің пікірінше, цифрлық сауаттылыққа цифрлық әлемде оқу, жұмыс істеу және өмір сүру үшін қажетті цифрлық дағдылар кіреді. Біріккен ұлттар ұйымының 2018 жылғы есебінде цифрлық дағдылар қазіргі адамның әлеуметтік интеграциясын жақсартады. Цифрлық дағдылар адамдарға цифрлық мазмұнды құруға және бөлісуге, қарым-қатынас жасауға және жалпы оқуда, жұмыста және әлеуметтік қызметте тиімді және шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыру мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Көптеген зерттеушілер цифрлық сауаттылықтың 5 түрін бөліп көрсетеді.
Ең біріншісі бізде ақпараттық сауаттылық, яғни ақпаратпен сауатты жұмыс істей білу, атап айтқанда әртүрлі көздерден ақпарат іздеуді жүзеге асыру, дәйек сөз келтіру кезінде авторлық құқықтарды сақтау, ақпараттың дұрыстығын бағалау. Екіншісі бізде компьютерлік сауаттылық, яғни цифрлық. Компьютер мен мобильді құрылғылардың техникалық мүмкіндіктерін білу, сондай-ақ кәсіби қызметтің міндеттеріне сәйкес қажетті бағдарламаларды белгілей білу. Медиа сауаттылық ақпараттың алуан түрлерімен жұмыс істей білу және виртуалды шындық объектілерін пайдалана білу. Төртіншісі бізде коммуникативтік сауаттылық, яғни коммуникацияларды, оның ішінде әлеуметтік желілерді жүзеге асыру үшін ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана білу. Және де соңғысы инновацияларға деген көзқарас, яғни заманауи технологиялық процесстерді білу, заманауи гаджеттермен және қосымшалармен жұмыс істеу дағдылары, сондай-ақ технологиялық инновациялардың артықшылықтарын орнату. Қазіргі уақытта ғылыми зерттеулерде цифрлық сауаттылықпен қатар цифрлық құзыреттілік, цифрлық дағдылар ұғымдары да қатар қолданылады. Бұл терминдер кейде бір-бірінің орнына қолданылады, алайда олар әртүрлі мағынаға ие. АКТ құзыреттілігін цифрлық құзыреттілік деген неғұрлым өзекті терминмен ауыстыруға болады. Көрсетілген терминдерді анықтайық. Цифрлық сауаттылық көбінесе үш компонент ретінде қарастырылады. Ол тұтыну, қауіпсіздік және құзыреттілік жиынтығы. Ол ғаламдық интернет желісімен қатар ақпараттық қондырғыларды да қамтиды. Жалпы цифрлық құзыреттіліктің мәнін айта кететін болсақ, ол бізде цифрлық құзыреттілік іс-әрекеттің мазмұны, білім мен дағдыларды жүйелеу, одан әрі дамыту үшін мотивация, жауапкершілік және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Цифрлық сауаттылық пен цифрлық құзыреттіліктің айырмашылығы жауапкершілік пен мотивация компонентінің құзыреттілікке қосу. Олар цифрлық құзыреттіліктің әлеуметтік бағытын анықтайды. Цифрлық құзыреттілік педагог пен білім алушылардың ақпаратты сақтай алуы, ақпаратпен алмаса алуы, цифрлы ортада ақпараттық коммуникациялық технологияны қауіпсіз таңдау, сенімді, цифрлы ортада цифрлы контентпен тиімді жұмыс жасауы және тағы басқа сапалы іс-әрекеттермен ерекшеленеді. Бүгінге біздің дәрісіміз аяқталды. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан қарай аласыздар.